Құрметті ханымдар, сендерді көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Күндей құлпырып, гүлдей жайнап, өміріміздің көркі болып, қашанда айдай сұлу, жылы жүздеріңізден нұр төгіліп, сүйікті де сүйкімді болып жүре беріңіздер. Сіздерсіз мына дүние бос екендігін ұмытпаңыздар. Бүгін ақ жаулықты әжелердің, асыл аналардың, сұлу әйелдердің, ару қыздардың салтанатты мерекесі. Сізге шын жүректен зор денсаулық, бақыт пен қуаныш тілейміз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Анашым, көктемнің шырайлы күнінде сізді 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Жасыңыз ұзақ, деніңіз сау болсын. Мен сізді жақсы көремін. Аяулы арулар, мейрамдарыңмен біздің арамызда күліп ойнап жүре беріңдер. Жүздеріңнен күлкі кетпесін. Жүректерің таза, махаббаттарың баянды да ғұмырлы болсын. Құрметті ұстаздар, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Отбасыларыңызға бақыт тілейміз. Осында отырған барша қыздарға, аналарға, апаларға және қарындастарыңызға жастарыңыз ұзақ, гүлдей құлпырыңыздар демекпіз. Осы айтылған барлық тілектер Алланың құлағына шалынсын. Егерде ренжіткен күндеріміз болса, кешірім сұраймыз. Сіздерсіз өмірде гүл солмайды, сіздерсіз өмірдің мәні кетпейді. Барша жандар, аналарымызды құрметтейік, қыздарды ренжітпейік. Ал енді бәріміз бірге. Құтты болсын бұл мейрам, құтты болсын бұл мейрам. Құлпырсын арулар, шуақты көктемде бізге нұрын төкен. Құтты болсын бұл мейрам, құтты болсын бұл мейрам. Құлпырсын арулар, шуақты көктемде бізге нұрын төкен. Құтты болсын бұл мейрам. Сәлем арулары, сіздерге айтарым бар. Шуақтай құлпырып әрқайсың жайқалдыңдар. Бақытты болыңдар, сол үшін жаралдыңдар. Көңілге шуақ, сәбиге мейірім сыйладыңдар. Анашым, тек мен үшін панасың. Шын жүректен құттықтаймын мен сізді.